Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық. Біз осы кезге дейін ойлауымыз мүмкін, жаңа Қазақстан қаңтар оқиғасынан кейін көптеген шындықтар ашылып жатыр. Олигархтардың жағдайы нашарлады, оларға қара пұл түйірілді. Енді олар өздерінің мүліктерін халықтың алдында жариялап, осыған сәйкес салық төлеп немесе қандай да бір заңсыз иеленген мүліктерін елге қайтарып деген сияқты процестер жүреді деп ойладық. Ондай процестердің болғандығы шындық, бірақ түгел емес. Себебі өздеріңіз білесіздер, Нұрсұлтан Назарбаевтың бауыры Болат Назарбаевтың дүниеден өткендігін және оның артындағы қалған мүліктері қаншама жерден табылғанын, енді мынадай жаңалық шығып жатыр. Болат Назарбаевтың Нью-Йоркте пәтері сатылымға шығарылған екен. Ойлап қараңыздаршы, Нью-Йорктің жаңағыдай бір шет аудандары, не болмаса бір халық сирек қоныстанған, былайша айтқанда қаланың шетіндегі емес, Уолл-стриттегі, Уолл-стрит 55 мекенжайында орналасқан. Ойлап қараңыздаршы, Уолл-стритте орналасқан пәтері сатылымға шығарылып отыр. Оның бағасы 1,995 миллион доллар. Енді жалпы Назарбаевтың жақындарына келетін болсақ, олардың Қайрат Сатыбалдысы бар, осы Болат Назарбаев бар, одан да басқа қаншама жақындарының жинаған мүліктері болсын, жылжитын жылжымайтын мүліктері, олардың барлығы да халықтың алдында осы ашық айтыла бастады, өте қатты, осы қаңтар оқиғасынан кейін. Бірақ біз ойлауымыз мүмкін, бәрі ашылды, бәрі керемет. Жоқ, олай емес. Негізінде біз тек бір ғана нәрсені ғана білетін сияқты, мысалы білмейтін нәрсеміз 99 сияқты, әлде де ашылатын нәрсе өте көп сияқты. Назарбаевтың жақындарына байланысты олардың заңды, заңсыз жолмен жиған мүліктері, жалпы айтқанда олардың жасырған дүниелері дейміз бе, енді олар өте көп сияқты. Меніңше әлі ашылып жатыр. Біреу ашылса келесі ашылып жатады, одан кейін келесі. Былайша айтқанда бір домино сияқты, бір жеріне түртіп тиіп кетсең, басқа жерлеріне де әсер етіп шыға келетін. Қалай ойлайсыздар? Жалпы мынау жаңағыдай, өздеріңіз білесіздер ғой, мына қаңтар оқиғасынан кейін бір екі топ ақпараттық кеңісті Майдан алаңына айналдырды ғой. Біреулері өздерін жаңа Қазақстанның өкілдері деп атады, біреулері ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан мен ескі Қазақстанның мына ақпарат кеңістігін Майдан алаңына айналдырып, халық кімге сенерін білмегендігі де жасыратын жағдай емес. Қаңтар оқиғасынан кейін Тоқаевтың өзі айтты, елдің бүкіл байлығы тең жартысы мына аздаған топтың қолында отыр деп. 162 адамның жаңағыдай меншігінде осындай елдің қаншама байлығы. Оны Тоқаевтың өзі әлемдік халықаралық жаңағыдай зерттеулерді айта отырып, енді ашық қоғам орнатуға ұмтылыс жасаймыз дегендей мәлімдеме жасаған болатын. Алайда менің ойымша, осы кезге дейін біршама дүниелер ашылық айтылғанмен, әлі де ашылатын, айтылатын дүние өте көп сияқты. Біз тек қана жағдай айттым ғой, біз тек бір ғана нәрсені білуіміз мүмкін, 99 нәрсені әлі білмей жатқан болуымыз мүмкін. Демек, ақпарат кеңістігінде жаңағыдай бұған байланысты әлі талай қызу пікірталастар болады, және тіпті біз мүлде танымайтын, елдің алдына шықпаған жаңағыдай Назарбаевтың жақындары болсын, оның кезінде жұмыс жасаған шенеуніктер болсын, оның таныстары болсын, солардың дүние мүліктеріне қатысты осындай үлкен жаңағыдай ашық талқылаулар жүретін сияқты.